Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз ағылшын тілінде to-мен немесе ing-мен қолданылатын етістіктің алғашқы формалары жайлы сөйлесетін боламыз. Онда етістіктердің қатарына forget, go on, mean, need, want, require, regret, remember, stop, try етістіктері жатады. Аталған етістіктерден кейін келген етістіктің соңына ing жалғанса бір мағына, ал егер ол етістіктің алдында to сөзі келіп, ол етістік өзінің алғашқы инфинитив күйін сақтаса, екінші мағынаны береді. Яғни сөйлемдердің арасында үлкен айырмашылықтар бар деген сөз. Мысал қоятын болсақ, Roland forgot to say hello. Roland сәлем деп айтуды ұмытып кетті дейді. Амандасуды ұмытып кетті. Екінші сөйлем Roland forgot saying hello. Roland өзінің амандасқанын ұмытып кетті дейді. Бірінші жағдайда Roland амандасуды ұмытқан болса, демек ол сәлем деген сөз айтпаған, ал екінші сөйлемде ол сәлем деп айтқанмен өзінің екінші бір адаммен амандасқан, яғни болған іс-әрекетті ұмытып кеткен. Екінші мысал, Данияр has tried to enter in you. Данияр энуға түсуге талпыныс жасап көрді, ол әлі де жасауы мүмкін. Екінші сөйлем, Данияр has tried entering in you. Данияр энуға түсіп көрді дейді. Оның қандай екенін көрді, сондай іс-тәжірибе жасады деген мағынаны береді. Бірінші жағдайда ол талпыныс жасауда, ал екіншісінде оның қандай екенін көрді. Үшінші мысал, she wants to become a doctor. Ол дәрігер болғысы келеді. The windows want cleaning. Терезелер тазалануға мұқтаж дейді. Бірінші сөйлем адамның белгілі бір іс-әрекетті жасағысы келетіндігін көрсететін болса, екінші сөйлем бір заттың екінші бір затқа немесе іс-әрекетке мұқтаж екендігін меңзейді. Достар, біз аталған 10 етістіктің тек үшеуіне ғана мысал келтіріп өттік. Қалған етістіктер жайлы сіздер ғаламтор кеңістігіндегі түрлі сайттардан біліп алсаңыздар болады. Бүгіндікке осы, келесі санымызда біз ағылшын тіліндегі басқа да өзекті тақырыптар жайлы әңгіме өрбітетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше